Қазақстан Британ техникалық университеті. Қазақстан Британ техникалық университеті ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық институттарды біріктіретін ғылыми білім беру кластері, инновациялық ғылыми зерттеу және білім беру блоктарының өзара байланысын, сондай-ақ ғылымның, білім мен өндірістің нақты интеграциясын қамтамасыз ету үшін құрылған. Университет Алматы қаласында орналасқан. Университет 2001 жылы 3 тамызда Қазақстан Республикасының үкімет қаулысымен құрылды. Нөмірі 1027. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің және Британдық кеңес арасындағы серіктестік туралы меморандумға сәйкес іске асты. Университет түлектердің жергілікті және жаһандық еңбек нарықтарында бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін білім беру саласындағы әлемдік трендтерге ілеседі. Қазақстан Британ техникалық университетінің барлық түлектері кремний алқабында және мұнай-газ саласында жетекші халықаралық IT компанияларда, жетекші халықаралық ұйымдарда жұмыс істейді. Қазақстан Британ техникалық университеті әлемнің үздік жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық орнатқан. Олардың ішінде University of London, Harvard Business School, St. Etienne École des Mines, Loughborough University, Manchester University, ECU, Politecnico de Turino, UTP Malaysia және басқалары бар. Eni Ajib Karachiganak, Total E&P, Schlamberge, Fraunhofer Institute of Automation, Chevron, NCOC, Micromine, Honeywell, Emerson, Baker Hughes, Халық банк, Яндекс сынды университеттің серіктестерімен бірге мұнай-газ саласының өзекті бағыттары бойынша бірлескен зертханаларды ашуға, процесстерді автоматтандыруға, теңіз индустриясы және ақпараттық технологиялар саласындағы мамандарды оқытуға көп көңіл бөлінеді. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Ғабдуллин Маратбек Төлебергенұлы. Қазақстан Британ техникалық университеті 60 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Оның ішінде 21 бакалавриат, 25 магистратура, 14 докторантура бағдарламалары. Университетте 11 факультет, 2 оқу корпусы, 1 студенттер үйі, 1 спорт кешені, 3 кітапхана, 4 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 4685 адамды құрайды. Оның ішінде 3971 бакалавр, 609 магистрант, 105 докторант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 90%-ды құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 65 және ең жоғары бал 140. Университетте оқу ақысы ACTS жүйесі бойынша несие жүйесі, білім алушы өзі пәндер санын таңдайды, сондықтан құны өзгереді. Сондай-ақ, талапкер білуі тиіс қосымша талаптар. Оқу толықтай ағылшын тілінде. Шетелдік жоғары оқу орындарымен қос дипломды бағдарламалар. Ұлттық бірыңғай тесті тапсырусыз Лондон университетінің дипломын алу мүмкіндігі бар. Университет оқу үлгерімі жоғары студенттерге ректор гранттары. Жыл сайын орта есеппен 200-ге жуық грант. Оқуға жеңілдіктер. Денис Тен атындағы стипендия, КБТУ алумни стипендиясы бөлінеді. Қазақстан Британ техникалық университетінің бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Ташимов Диас Талғатбекұлы, Казэнерджи, Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы, мұнай-газ саласын дамыту департаментінің директоры. Дүйсенбаев Медет Шәріпханұлы,
Қазақстан геоақпараттық жүйелер орталығы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы. Кульчиков Самат Серікұлы, Kineris Қазақстан Pipe Traders LLP, бас директоры. Темірхан қызы Айнұр, Globers Capital компаниялар тобының негізін қалаушы және директоры және тағы басқа көптеген азаматтар шыққан. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті орталық және солтүстік Қазақстанның ірі аграрлық және Астана қаласының бірінші жоғары оқу орны. Университет қазір қазақ әдебиетінің негізін қалаушы Сәкен Сейфуллиннің есімімен аталған. Университет Астана қаласында орналасқан. Тың аймағында жаңа жоғары оқу орнының салынуы маңызды жағынан ірі оқиға болды. Бұл осы өңірдегі жоғарғы орындарының ата-анасы іспеттеседі. Жоғары оқу орны белсенді қызмет ететін ғылыми мектептер мен олардың шоғырланған орны ретінде қарастырылды. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті 2025 жылға дейінгі стратегиясы Қазақстандағы ең үздік халықаралық стандарт жүйесіне сәйкес бірегей оқу бағдарламасы мен академиялық ұтқырлық негізінде алдыңғы қатарлы ғылыми педагогикалық кадрлар мен мамандар даярлауда. Оқу түрін, мазмұнын, деңгейі мен мерзімін таңдаудың кең мүмкіндігін ұсынатын жүйе құру болып табылады. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Әбдіров Айтжан Мұхамеджанұлы. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті 74 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Университетте 8 факультет, 10 оқу корпусы, 8 студенттер үйі, 3 спорт кешені, 4 кітапхана, 3 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 11.609 адамды құрайды. Оның ішінде 10.901 бакалавр, 558 магистрант, 150 докторант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 93%-ді құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 50 және ең жоғары бал 128. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 660 мың теңге, магистратура 660 мың теңге, докторантура 1.307 мың теңге. Университет оқу үлгерімі жоғары, білім және спорт салаларында дарынды студенттерге гранттар бөледі. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Сауыр Иван Адамович, агрофирма Родина жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Әкімов Рашид Қайыржанұлы, Қазақстан Республикасы парламент сенатының Ақмола облысынан депутаты. Біләлов Серік Сұлтанғазыұлы, Қазақстан Республикасы парламенті сенатының Солтүстік Қазақстан облысының депутаты. Ахметбеков Жамбыл Әужанұлы, Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты. Турашихин Михаил Васильевич, ауыл шаруашылығы ардагерлері кеңесі қоғамдық бірлестігінің төрағасы және тағы басқа көптеген азаматтар шыққан. Тұран Астана университеті. Тұран Астана университеті. Студенттер ең сұранысқа ие мамандықтар бойынша керемет білім ала алатын гуманитарлық экономикалық университет. Университет Қазақстан Республикасының ғылыми білім беру орталықтарының бірі ретінде халықаралық стандарттарға сәйкес бәсекеге қабілетті мамандар даярлаудың жоғары сапасын қамтамасыз етеді. Университет Астана қаласында орналасқан.
Тұран Астана университеті еліміздің еңбек нарығында сұранысқа ие болатын инициативті, қалыптан тыс ойлау қабілеті бар және тиімді жұмыс істейтін мамандарды дайындайды. Жастарды тәрбиелеуге деген көзқарас Тұран корпорациясының барлық ғылыми, білім беру және материалдық техникалық әлеуетін барынша тиімді пайдалануға, оқушыны үздіксіз оқытуға, оның біліктілігін арттыруға және жастардың ғылыми зерттеу жұмыстарына деген қызығушылығын арттыру үшін ыңғайлы мүмкіндіктер береді. Университеттің қарқынды дамуы оқушылар құрамының оқу үдерісі мен ғылыми зерттеу қызметіне қойылатын талаптардың жоғары деңгейіне байланысты. Тұран Астана университеті икемділік пен академиялық еркіндікке мүмкіндік беретін білім берудің кредиттік технологиясын алғаш енгізген. Факультеттерде оқыту күндізгі және сырттай оқыту түрінде жүзеге асырылады және мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі. Оқудың бірінші жылынан бастап студенттерге элективті пәндерді тыңдау мүмкіндігі беріледі. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Жапарова Гүлжамал Алкенқызы. Тұран Астана университеті 21 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Университетте 2 факультет, 3 оқу корпусы, 1 студенттер үйі, 1 спорт кешені, 4 кітапхана, 1 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 3000 адамды құрайды. Оның ішінде 2490 бакалавр, 500 магистрант, 10 докторант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 86%-ді құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 55 және ең жоғары бал 138. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 550 мың теңге, магистратура 550 мың теңге, докторантура 1 600 000 теңге. Университет оқу үлгерімі жоғары студенттерге ректор гранттарын, жылына 50 грант, Әубәкіров атындағы шәкіртақы, сонымен қатар жыл студентіне 1 жылдық оқу грантын бөледі. Тұран Астана университетінің бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Шиповских Геннадий Геннадьевич, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, Өсеров Ильяс Еркұлы, Қазақстан Республикасының ұлттық экономика вице-министрі, Бүркітбаев Жандос Қонысұлы, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау вице-министрі, Түлекова Сапура Сейдуалина, Ұлытау облысы білім басқармасының басшысы және тағы басқа көптеген азаматтар шыққан. Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті. Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің қалыптасуы мен даму тарихы елдегі шет тілдік білім берудің дамуымен тығыз байланысты. Өйткені оның қалыптасуы кеңестік кезеңде 1941 жылдан басталды. Ал университет мәртебесін алғалы бері оның дамуының жаңа кезеңі басталды. Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде көптеген гуманитарлық шет тілдік және халықаралық бейін салаларында сұранысқа ие, біліктілігі жоғары мамандарды даярлау үшін барлық жағдай жасалған. Университет Алматы қаласында орналасқан. Қазақ халықаралық қатынастары және әлем тілдері университетінің дамытудың басты ұстанымы бұрынғы тамаша педагогикалық дәстүрлерге сүйене отырып, барлық заманауи және таңдаулы әдістерді басшылыққа алу. Оқу орны қызметінің басты көрсеткіштері университетті бітірушілерге деген сұраныстың болуы. Университет түлектері бәсекеге қабілетті және олардың білім сапасын жоғары бағалап отырған жұмыс берушілердің сұранысына ие болуы, жоғары білікті профессорлар мен оқытушылар ұжымы, білім беру бағдарламаларының заманауи мазмұны,
материалдық техникалық базасы мен ойластырылған оқу үдерісін ұйымдастыру арқылы қамтамасыз етіліп отыр. Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің бітірушілерінің 85%-дан астамы жоғарғы оқу орындарын бітірген жылдың өзінде ақ жұмысқа орналасуы, олардың еңбек нарығында жоғары сұранысқа ие болуының дәлелі. Университеттің жан-жақты жаңаруы мен қарқынды дамуы туралы айтқанда, соңғы жылдары жоғарғы оқу орнының материалдық базасының толық мәндегі жетілдірілуі мен жаңғыртылуы туралы айта кету керек. Орталық Азия аймағында және шет тілдік білім беруді жүзеге асырып отырған Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті дамытудың болашақ жоспарын әрі қарай дамытуға байланысты оқу ғимараттарымен қоса спорт кешені ғимараты да жаңа заманауи бейнеге ие болып, толық қайта жөндеуден өткізілді. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Құнанбаева Сәлима Сағиқызы. Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті 24 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Оның ішінде 10 бакалавриат және 14 жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламалары. Университетте 7 факультет, 4 оқу корпусы, 3 студенттер үйі, 1 спорт кешені, 5 кітапхана бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 7070 адамды құрайды. Оның ішінде 6727 бакалавр, 293 магистрант, 50 докторант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 75,8%-ды құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 50 және ең жоғары бал 135. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 550 мың теңгеден 800 мың теңгеге дейін, магистратура 800 мың теңге, докторантура 1 миллион 300 мың теңге. Сондай-ақ талапкер білуі тиіс қосымша талаптар. Педагогикалық мамандыққа түсу үшін арнайы емтихан тапсырылады. Университет оқу үлгерімі жоғары студенттерге Абылайхан атындағы стипендия және ректорлық стипендия бөлінеді. Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Онжанов Нұрлан Баймолдаұлы, Қазақстан Республикасының Германия Федеративтік Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі. Дәдебаев Айбек Арқабайұлы, Қазақстан Республикасы президентінің іс басқарушысы. Мадина Бейнешқызы Жарбосынова, Еуразиялық ынтымақтастық ұйымының адам саудасына қарсы күрес жөніндегі арнайы өкілі. Құспан Айгүл Сайфоллақызы, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрайымы. Омаров Қайрат Ермекұлы, Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары және тағы басқа көптеген азаматтар шыққан. Қазақстан Ресей медицина университеті. Қазақстан Ресей медицина университеті еліміздегі ең ірі жекеменшік жоғары оқу орындарының бірі. Университет Алматы қаласында орналасқан. Университет тарихы 1992 жылы әрі саяси және экономикалық қайта құрулар толқынында басталды. Онда ғылым мен жоғары білімді реформалауға маңызды орын берілді. Дәл сол кезде Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының академигі, Қазақстан Республикасы Медицина ғылымдары академиясының президенті, халықаралық хирургтар қауымдастығының мүшесі, Қазақстанның халық қаһарманы Мұхтар Әлиұлы Әлиев, профессор Маскеевпен және доценттер Голубченко мен Пановамен бірлесіп, ТМД-да бірінші болып жеке меншік жоғары оқу орындарының бірін құрды. Сол кезде ол Қазақстандық медициналық институт ретінде танымал болды.
кейін 2010 жылы жоғарғы оқу орны Қазақстан Ресей медициналық университеті болып өзгертілді. Жоғарғы оқу орнының білім беру бағдарламасы мемлекеттік білім беру стандартына толық жауап береді. Бұл ретте университет базасында республикадағы жоғары медициналық білімді жетілдіруге бағытталған оқытудың жаңа нысандары мен әдістері табысты сынақтан өткізілді. Оқу үдерісін 200-ден астам оқытушы жүзеге асырады. Олардың ішінде әлемдік аты бар дәрігерлер, ірі қазақстандық және шетелдік ғалымдар. Сондай-ақ студенттердің академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша шетелде оқу және практикадан өту мүмкіндігі бар. Қазақстан Ресей медицина университеті алыс және жақын шетел жоғары оқу орындарымен тығыз байланысты. Ана мен бала денсаулық сақтау, регенеративті медицина, эпидемиология, генетика салалары бойынша ғылыми зерттеулер, бірлескен оқу бағдарламалары мен ғылыми жобалар ұйымдастырылды. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы шеңберінде интерндер мен резиденттер үздіксіз білім беру, дәрігерлер мен оқытушылардың стажировкасын, онкология, эндокринология, реабилитология, педиатрия салаларына инновациялық технологияларды енгізу жүзеге асырылды. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Жайнакбаев Нурлан Темірбекович. Қазақстан Ресей медициналық университеті 5 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Университетте 5 факультет, 2 оқу корпусы, 1 кітапхана бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 6935 адамды құрайды. Оның ішінде 5407 бакалавр, 873 интерн, 624 резидент, 29 магистрант, 2 докторант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 70% құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 70 және ең жоғары бал 140. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына жалпы медицина 1 150 000 теңге, стоматология 1 200 000 теңге, мейірбике ісі 609 000 теңге, фармация 900 000 теңге, қоғамдық денсаулық сақтау 609 000 теңге, интернатура 900 000 теңге, резидентура 1 500 000 теңге, магистратура 850 000 теңге, докторантура 1 500 000 теңге. Университет оқу үлгерімі жоғары студенттерге әкім гранттарын бөледі. Еуразиялық технологиялық университеті. Еуразиялық технологиялық университеті бұл дәстүрлі университет пен жаңа білім беру технологияларының элементтерін біріктіретін жаңа буындағы жоғары оқу орны. Университет Алматы қаласында орналасқан және ол қаладағы іргетасы жаңадан қаланған жалғыз жоғары оқу орны болып табылады. Еуразиялық технологиялық университеті 2000 жылы Қазақстан Республикасының ең ежелгі оқу орны Алматы индустриалды техникалық мектебі негізінде ұйымдастырылды. Оқытушылар құрамы мен студенттердің академиялық ұтқырлығын арттыру және университеттің халықаралық ынтымақтастығын дамыту мақсатында халықаралық қызметті қамтитын ғылым бөлімі құрылды. Кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында түлектер Алюр Авто, Toyota City, Машзвар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жұмыс берушілермен бірге оқу үдерісіне модульдік білім беру бағдарламаларына енгізілді. Алюр Авто компаниясының ұсынысы бойынша Турин политехникалық университетімен ынтымақтастыққа интеграцияланған оқу бағдарламасы жасалды. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Ибышев Ержан Садуахасович. Еуразиялық технологиялық университеті 16 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Университетте 4 факультет, 1 оқу корпусы, 1 студенттер үйі, 1 спорт кешені, 1 кітапхана,
бір коворкинг орталығы, робототехника және дизайн зертханалары бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 1960 адамды құрайды. Оның ішінде 1893 бакалавр, 67 магистрант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 80%-ді құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 65 және ең жоғары бал 78. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 710 мың теңге, магистратура 800 мың теңге. Университет оқу үлгерімі жоғары студенттерге университет гранттарын бөледі. Қаз тұтыну одағы Қарағанды университеті. Қаз тұтыну одағы Қарағанды университеті нарықтық қатынастар, менеджмент және маркетинг, бизнес және кәсіпкерлік, бухгалтерлік есеп және аудит, халықаралық экономикалық қатынастар, экономикалық қызметті құқықтық реттеу, кеден ісі экономикасы саласында білімі бар мамандарды даярлайтын Қарағандының жоғары оқу орны. Университет Қарағанды қаласында орналасқан. Қаз тұтыну одағы Қарағанды университеті КСРО Министрлер кеңесінің 1966 жылғы 9 маусымындағы нөмір 84 қаулысы негізінде құрылды. Өз қызметін 1966 жылдың 1 қыркүйегінен бастап жалпы ауданы 18 мың шаршы метрден асатын бұрынғы кеңес партия мектебінің ғимаратында бастады. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Аймағамбетов Ерқара Балқараұлы. Қаз тұтыну одағы Қарағанды университеті 24 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Университетте 4 факультет, 1 оқу корпусы, 4 студенттер үйі, 2 спорт кешені, 1 кітапхана, 1 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 4872 адамды құрайды. Оның ішінде 4768 бакалавр, 77 магистрант, 27 докторант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 94%-ды құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 53 және ең жоғары бал 132. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 459 мың теңге, магистратура 433 мың теңге, докторантура 1 миллион 900 мың теңге. Университетте оқу үлгерімі жоғары студенттерге президенттік стипендия, ғалымдардың 6 атаулы стипендиясы, ғылыми кеңестің стипендиялары, Қазэнерджи қауымдастығының жер қойнауын пайдаланушылар қаражаты есебінен стипендиялар бөлінеді. Қаз тұтыну одағы Қарағанды университетінің бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Айдова Екатерина Валерьевна, конькимен жүгіру спортынан Қазақстан Республикасының халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Қазақстан Республикасының 3-ші қысқы спартакиадасының жеңімпазы. Азаров Никита Сергеевич, самбо күресінен Қазақстан Республикасының спорт шебері, самбодан әлем чемпионатында 1-ші орын иегері. Ходжабекова Айжан Ырысбековна, бокстан Қазақстан Республикасының халықаралық дәрежедегі спорт шебері, бокстан Қазақстан чемпионы. Есенаманов Шыңғыс Сембайұлы, Қайрат Алматы футзал клубы және футзалдан Қазақстан құрамасының әмбебап ойыншысы, Еуро 2016 қола жүлдегері, Еуро 2018 жартылай финалисті және 2016 жылғы әлем чемпионатының, 2021 жылғы әлем чемпионатының қатысушысы және тағы басқа көптеген азаматтар шыққан. Халықаралық Тараз инновациялық институты. 2008 жылы Тараз инновациялық гуманитарлық университеті
Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті Тараз институтының мұрагері құқығында заңды тұлға ретінде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Жамбыл облыстық әділет басқармасына тіркелді. 2021 жылы Тараз инновациялық гуманитарлық университеті білім беру саласындағы заманауи талаптарға сәйкес өз қызметін жаңа мәртебеде жалғастырып, халықаралық Тараз инновациялық институты ретінде қайта тіркелді. Институт Тараз қаласында орналасқан. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Баяндин Марат Асылбекұлы. Халықаралық Тараз инновациялық институты 59 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Университетте 7 факультет, 7 оқу корпусы, 2 студенттер үйі, 1 жабық спорт кешені, 3 спорт алаңы, 1 баскетбол алаңы, 1 волейбол корты, 4 кітапхана, 1 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта институт қабырғасындағы білім алушылар саны 5651 адамды құрайды. Оның ішінде 5146 бакалавр, 505 магистрант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 75%-ді құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 61 және ең жоғары бал 62. Институтта оқу ақысы бакалаврда жылына 445 мың теңге, магистратура 400 мың теңге. Сонымен қатар, түрлі салалар бойынша жас кадрларды даярлау мақсатында Халықаралық Тараз инновациялық институты тек Жамбыл облысының дарынды жастары үшін Халықаралық Тараз инновациялық институты 100 гранты тегін білім беру гранттарын ұсынады. Сондай-ақ, үлгерімі жоғары студенттер үшін ректор гранттары, Шерхан Мұртаза атындағы грант және стипендия бөлінеді. Халықаралық Тараз инновациялық институтының бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Гафурова Гузалия, карате додан халықаралық дәрежедегі спорт шебері, әлем чемпионатының қола жүлдегері. Саршаев Наурызбек Бақытұлы, аристократ, республикалық іскер жандарға арналған журналдың бас редакторы. Баймұрадов Дінмұхамед, кикбоксингтен әлем чемпионы және спорт шебері. Және тағы басқа көптеген азаматтар шыққан. Инновациялық Еуразия университеті. Инновациялық Еуразия университеті техникалық, экономикалық, заң, жаратылыстану, ғылыми және гуманитарлық бағыттағы студенттерді даярлауды қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының жетекші көпсалалы жоғары оқу орындарының бірі. Университет Павлодар қаласында орналасқан. 1991 жылы оқу ғылыми өндірістік орталығы құрылды. Ол елдің дамып келе жатқан нарықтық экономикасы үшін аймақтағы алғашқы экономистерді даярлауды қамтамасыз етті. 1997 жылы Павлодар университетіне ұйымдастырылды. Оның құрамына мектеп-лицей, колледж, біліктілікті арттыру институты, ғылыми зерттеу институты, маркетинг және теру орталығы, консалтинг фирма, мемлекеттік тілді дамыту орталығы кірді. 2006 жылы Павлодар университеті инновациялық Еуразия университеті болып өзгертілді. Бірыңғай университет кешенінде инженерлік академия, білім академиясы, басқару академиясы, денсаулық академиясы және мәдениет академиясы біріктірілді. Университеттің ғылыми кітапханасы ғылыми әдістемелік және оқу әдебиеттерімен жабдықталған ақпарат және мәдени орталығы. Жыл сайынғы толықтыру 30-35 мың дана жаңа басылымдар. Кітапхананың анықтамалық ақпараттық қызметі каталогтар мен картотекалар жүйесін және қажетті әдебиеттерді жедел іздеуге арналған электрондық каталогты ұсынады. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Макенов Чингиз Серікбаевич. Инновациялық Еуразия университеті 50 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды.
Оның ішінде 30 бакалавриат, 18 магистратура және 2 докторантура білім беру бағдарламалары. Университетте 2 факультет, 3 оқу корпусы, 2 студенттер үйі, 1 спорт кешені, 1 кітапхана, 2 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 1306 адамды құрайды. Оның ішінде 1139 бакалавр, 165 магистрант, 2 докторант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 91% құрады. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 377.900 теңге, магистратурада 396.000 теңге, докторантура 1.307.000 теңге. Университет оқу үлгерімі жоғары студенттерге ИНЕУ ректоры, жергілікті атқарушы органдардың және жер қойнауын пайдаланушылардың гранттарын бөледі. Инновациялық Еуразиялық университеттің бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Иманслям Ержан Иманслямұлы, Павлодар ауданының әкімі, Прокопьев Сергей Леонидович, Қазхром трансұлттық компаниясы акционерлік қоғамы президенті, басқарма мүшесі, Фролов Александр Владимирович, Қазақстан алюминий акционерлік қоғамы, Павлодар алюминий зауытының директоры және тағы басқа көптеген азаматтар шыққан. Өмірхан Аймағамбетұлы Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті. Өмірхан Аймағамбетұлы Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті Ұлытау облысындағы жалғыз көп салалы жоғары оқу орны. Университет Жезқазған қаласында орналасқан. Орталық Қазақстанда түсті металлургияны дамыту, Жезқазған аймағындағы кен орындары өнеркәсіптік тұрғыдан игеру қажеттілігі, кеніштерді, зауыттар мен фабрикаларды іске қосу, кадрларды даярлау мәселесімен тығыз байланысты болды. 1961 жылы Қазақ КСР жоғары және арнайы орта білім министрлігінің бұйрығы негізінде Қарағанды политехникалық институтының кешкі даярлық курсының базасында кешкі жалпы техникалық факультеті ашылды. Сөйтіп, аймақтағы тұңғыш жоғары білім ошағы пайда болды. 1973 жылы Қазақ КСР жоғары және арнайы орта білім министрлігінің бұйрығы негізінде факультетте күндізгі бөлім ашылды. Жаңа мамандықтар ашылып, студенттер саны өсті. 1977 жылы Жезқазған жалпы техникалық факультеті Қарағанды политехникалық институтының еңбек қызыл ту орденінің филиалына айналды. Филиалдың ашылуы Жезқазған үшін ғана емес, бүкіл орталық Қазақстан үшін маңызды оқиға болды. Жергілікті билік жоғарғы оқу орнына үлкен көңіл бөлді. Материалдық техникалық базаны күшейтуге және кадрлық әлеуетті нығайтуға жан-жақты қолдау әрі көмек көрсетті. Жаңа кафедралар ашылып, жұмысқа ғалым оқытушылар мен ғылым кандидаттары шақырылды. 1992 жылы Қарпи Қазақстан Республикасы Министрлер кабинетінің жарлығымен Жезқазған Тау-кен технологиялық институты болып өзгертілді. Өңірдегі өнеркәсіптің дамуы әлеуметтік саладағы кадрларды даярлау қажеттілігін тудырды. Әсіресе, аймақтағы экономиканың дамуына байланысты педагогикалық кадрларды даярлау өзекті мәселеге айналды. 1975 жылы Жезқазған педагогикалық институты ашылды. Алғашқы кезеңде филология және физика-математика факультеттері бойынша кадрлар даярланды. Кейін 1976 жылы жаратылыстану география, 1978 жылы көркем және графика факультеттері ашылды. 35 жылдан астам уақыттан бері қалалар, өнеркәсіптік кенттер, аудандар мен ауыл мектептері үшін 10 мыңнан астам мұғалімдер түлеп ұшты. 1996 жылдың мамыр айында Қазақстан Республикасы үкіметі қаулысымен Жезқазған Тау-кен технологиялық және педагогикалық институттарының базасында Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті құрылды. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Тәкішев Әбдімәлік Арғынұлы.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті 29 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Университетте бір факультет, 2 оқу корпусы, 1 студенттер үйі, 1 кітапхана, 1 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 1326 адамды құрайды. Оның ішінде 1310 бакалавр, 16 магистрант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 74,6%-ды құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 52 және ең жоғары бал 125. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 489.500 теңге, магистратурада 548.480 теңге. Университет оқу үлгерімі жоғары студенттерге ректор грантын бөледі.